Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай салынған скетч жұмыстан логотип жасаймыз. Яғни бұны не істейміз? Прозрачнысын кішкене азайтып, блокировать етіп тастаймыз. И перон алып, осылай саламыз. Көрдіңіздер ғой. Солай жұмыс істесек болады. И осылай соңынан түзеліп жіберсек болады. Осыны енді алып, трансформируем зеркальное отражение, копировать деп басамыз. Осылай қойып шығамыз. И бәрін қосып жібере саламыз. Мінекей достар, осымен біздің логотипіміз дайын болды. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Төменге Instagram, TikTok парақшаларымды белгілеп қоямын, сол жерге тіркелсеңіздер болады. Егер логотип керек болса, маған жазыңыздар, немесе танысыңызға керек болса, мені айтыңыздар. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.